Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен татар халқының ерекше тағамы, ерекше дәмді тағамы бурманы дайындайтын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз және сіз де міндетті түрде дайындап көріңіз. Сізге ұнайды деген сенімдемін. Тағам енді өте дәмді болып шығады. Ол үшін бізге ең алдымен осы тағамымыздың қамырын илейміз. Ұнымызға електен өткізілген тұзымызды себеміз, жылы суымызды құямыз және ерітілген сары майымызды құйып, бәрін біріктіріп қамыр илейтін боламыз. Мен ең алдымен осылай қасықтың көмегімен біріктіріп алам, ұнмен жаңағы сұйықтығымыздың барлығын. Содан кейін бірге бастаған кезде қамырымыз қолымның көмегімен қамыр илейтін боламыз. Қамыр қаттылау болып шығады осылай илеп атқан кезде, бірақ оны басып жақсылап жарты сағатқа бетін жауып қойсаңыздар, өте күшті жұп-жұмсақ болып шығады. Міне біздің осындай қамыр пайда болды. Қазір енді осыны бетін орамалмен жауып 30 минутқа қойып қоямыз. 30 минут өткеннен кейін қамырымыз өте сондай нәп-нәзік, жұп-жұмсақ болып дайын болады. Осы қамырымызды аламыз да қазір астына кішкене ұн сеуіп аламыз қамыр жаятын столымыздың, және енді қамыр жаятын боламыз. Қамырды жайғанда домалақ қылдырып емес, қамырдың формасын кішкене сопақша етіп жайыңыздар, сонда рулеттеріңіз ұзынша болып, әдемі болып шығады. Қамырдың қалыңдығы еттің нанының қалыңдығы сияқты болады. Одан қалың болмасын, өте жұқа қылдырып жаясыздар қамырды. Яғни жайманың қалыңдығы болады ғой, тура соның қалыңдығындай қылдырып жаясыздар. Дайын қамырдың үстіне тартылған етімізді сеуіп шығамыз. Мен етімізді тұздаған жоқпын, сіздер тұздаңыздар. Менің етім өзі тұздалған болды. Келесі ұсақтап туралған пиязымызды сеуіп шығамыз бар жерге. Және енді осының үстіне келесі арнайы үккіштен өткізілген картобымызды сеуіп шығамыз. Міне, картобымызды сеуіп шықтық. Келесі осы картобымыздың үстіне сары майымызды ұсақтап тураймыз да, сол сары майымызды қойып шығамыз. Тура осындай видеодағындай етіп. Сары май қойылғаннан кейін рулетімізді орайтын боламыз бір шетінен бастап. Міне, сопақша етіп жайсаңыздар, сонда рулеттеріңіз ұзын болып, оралғанда да әдемі болып шығады да. Міне, рулетімізді ораймыз. Көріп тұрсыздар ғой, қамырдың қандай жұқалығы, арасындағы біздің салмамыздың түсі көрініп тұр. Міне, біздің рулетімізді орадық. Енді осыны тағы да ішке қарай ораймыз, яғни ұлу сияқты қылдырып дейді ғой, как улитка. Ортаға қарай осылай ораймыз. Және осыны пергамент қағаз төселген формаға саламыз. Формаға салып алғаннан кейін осының бетіне мен ерітілген сары май жағып шығамын. Сары майды барлық жерлеріне біркелкі етіп жағып шығыңыздар. Сары майды жағып болғаннан кейін тура осылай етіп жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Жұмыртқаның сарысын барлық жеріне біркелкі етіп жағыңыздар. Сонда қазір піскен кезде қызарып, қытырлақ болып піседі сыртының қамыры. Әдемі болып піседі. Жұмыртқаның сарысын жағып болғаннан кейін алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 50 минут пісіріп аламыз. Міне біздің бурмамыз дайын. Дәмі өте керемет болып шығады. Бұлай видеодан қарасаңыздар, пирогқа да ұқсас, не болмаса қарапайым біздің өзіміздің орамананға да ұқсас. Бірақ енді дәмі өте ерекше. Дәмі не пирогқа да келе қоймайды, не орамананға да келе қоймайды. Сыртының мынау қамыры прямандай хрустящий, күшті болып шығады ғой. Сондықтан сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.